Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауықпен жасалатын фунчоза салатының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен тауығымыздың төс етін, яғни грудинкамызды соломка етіп турап аламыз. Сосын сәбізімізді күштен өткіземіз. Бұрышымызды видеодағыдай жіңішке етіп турап аламыз. Сосын қиярымызды тураймыз. Қызанағымызды турап аламыз. Қызанақ міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Сарымсақты да ұсақтап турап аламыз. Қыздырылған табамызға кішкене сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызған соң етімізді салып қуырып аламыз. Етіміз қуырылып піскенше ыдысқа фунчозамызды салып, үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Сосын сағатқа қарап 10 минуттай ұстаймыз. Бетін міндетті түрде қақпақпен жауып қоямыз. Етіміз әбден қуырылып піскеннен кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді 1-2 минуттай қуырып аламыз. Сосын үстіне бұрышымызды саламыз. Бұрышымызды кішкене қуырып аламыз, суы тартылғанша. Сосын отты өшіреміз. Фунчозамыз да дайын болды. Енді судан басқа ыдысқа сүзіп аламыз. Ыстық фунчозамыздың үстіне салқын суымызды қойып, осылай бір рет суға малып аламыз. Енді барлығын таза ыдысымызға біріктіреміз. Дәміне қарай қалауыңызша қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз қосамыз. Қалауыңызша күнжіт қоссаңыздар да болады. Үстіне 2 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен өте оңай жасалатын тауық пен фунчоза салатымыз дайын. Енді кез келген тарелкамызға осылай салып, дастарханға бірден қоя берсеңіздер болады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған әсер, келесі видеода кездескенше.